Жамандасың сен, бірақ жамандама. Алла сенің қорғаушың, алаңдама. Тырнағының астынан кір іздейді, тырнағына татымас адам ғана. Кешірімді екендеп, ренжіте беруге болмайды. Бір тамшы өтірік мұхиттай сенімнен айырады. Алма ағашын шайқаудың қажеті жоқ. Ол піскеннен кейін өзі-ақ түседі. Өмірде бәрі осы секілді өз орнымен, өз уақытымен болады. Дұрыс жолға түсу үшін алдымен адасып көру керек. Сіз биікке көтеріліп келе жатқанда көптеген адамды кездестіресіз. Бірақ оларды ренжітпеңіз. Өйткені төмен құлап келе жатқанда да оларды кездестіруіңіз ғажап емес. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмір де сізге күліп қарайтын болады. Сөз кілт секілді, ретін тауып, кез келген жүректің құлпын ашуға және кез келген ауызды жабуға болады. Өмірлік сұрақтарға келгенде ер адам берік, қатты болғанмен, өзінің әйеліне жұмсақ болу керек. Бір қателікті екі рет қайталауға болмайды. Екінші рет қателік болып есептелмейді. Ол таңдау. Ешқашан сараң болмаңыз. Екінші мүмкіндік беріңіз. Бірақ ешқашан үшінші рет мүмкіндік беретін ақымақ болмаңыз. Сізді тек жоғарыға қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз. Себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр.